Бүгін біз жастар каналы болып, барлықтарымыз сізді құттықтауға келіп отырмыз. Біздің кейіпкеріміз, біздің үнемі тұрақты кейіпкеріміз болып жүрген халыққа өзінің есімі таныс Камила Касумова Ғазиз қызы, қажы, ақын, қолөнер шебері. Және Алладан берген қасиетімен де осындай керемет асасымен ұшықтайтын да өзінің қасиеті бар апамыз. Әлем халықтары жазушылар одағына шығуыңызбен, құрмет иесі атануыңызбен құттықтай келдік сізді. Бүгін жастар каналы, жастар сізден бата алғысы келеді. Осы сіздің ғасыр жасап отырсыз, 97 жас деген, мінекей ғасыр деген ғой. 3 заманның өзгерісін көрдіңіз. Мына антология әлем халықтарының нешінші бетінде барсыз, апа? Есіңізде бар ма? Нешінші бетіндесіз? 278-ші бетте. Қазір ашып көрейік. Апамыз 97 жасқа келсе де, мінекей өзінің қай бетке шыққанына дейін жатқа біледі. 4 жасынан бергі барлығы есінде екен. Қажылық деген өлеңінен бастап осыған шыққан екен. Қажылық дегеннен бір ауыз оқып бересіз ба, апа? Камила апа? Қайда оқушаған? Ондаша мен оқып жіберейін. Уа өмір, көбек етіп азы қалдың, кім болжар маңдайға не жазыларын. Бақ қонып бала шағам арқасында, жасыма 76 қаж бардым. 76 жасыңызда бірінші рет барған екенсіз. Оқи беріңіз ары-қарата. Алладан балаларыма бақ тіледім, солардың жараламай жас жүрегін. Араммен зұлымдыққа жақындатпай, сондықтан орындалды ақ тілегім. Бірінші миратқа Дубай бардық, люкстен бір тәулікке орын алдық. Теңізден шипалы су, емге дәру, жуынып өте жақсы әсер алдық. Дубайдан Мәдинаға жолға шықтық, сиынып бір Аллаға оңға шықтық. Күністік айдалада шекарада, тоқтатып 2 тәулік зорға шықтық. Дубай мен Мәдинаның арасында 2000 шақырымның шамасында 4 тәулік автобуспен жолда жүрдік, Қызылқұм шөп шықпайтын даласында. 4 күндей Мәдинада паналадық, жерлерін қасиетті араладық. Пайғамбар мешітінде намаз оқып, көңілді Алла деген жаңаладық. Хоп, бәрекелді. Жетті ме? Ары-қарата оқи беріңіз. Кішкене қалған сияқты екінші бетінде. Үйі тұр патшасының тау басында, айнала қоршаулы тұр ауласында. Әппанық алыстан да көрінеді, мешіт тұр сол үйінің дәл қасында. Мешіттен ат қобба деп айтады, бірінші салынған деп жан айтады. 2 рәкағат намаз оқыған жан пара-пар хажылықпен деп айтады. Бар екен тоубасында 7 мешіт, Мұхаммед сонда тұрған мекен етіп. Өздер аз, көп кәпірмен соғысыпты, жеңіпті Алла жарбап бұйрық етіп. Білген соң Мұхаммедтің қысылғанын, ол үшін Раббым Алла ұсынғаны, ұсақтау, ұқыттау деген жерде шешілген дін тағдыры мұсылманның. Сол таудың етегінде зират та бар, дұға еттік көзге түспей қалай қалар. Дін үшін жанын қиған бір шәйіт болып, сол жерде жатыр ек дейді сақабалар. Шыдатпай күнде өте болды ыстық, Меккеге Мәдинадан келіп түстік. Жүгіріп Сафа менен Мәруаға, Кағбадан 7 айналып зәмзәм іштік. Күнара сол араға қайта бардық, 3 рет осылайша қайталадық. Дұға етіп Хажарана зиратына, шаш қиып тырнақты да қайта алдық. Бір тәулік Арафада болып келдік, сол таудың етегінде қонып келдік. Қайтарда 3 шайтанға лақтыруға, тастарды құмалақтай теріп келдік. Қажылық осыменен тәмам болды, қайтатын енді ауылға заман болды. Ауырмай Құдай өзі қуат беріп, бұл деген өте сәтті қадам болды. Оралдық қайта келі Дубайға да, жеткен аз, жетпеген көп мұндайға да. Аламды қажатағын ойлап бедім, рахмет балалар ба Құдайға да. Жаннатым балға мұнау, жаннатым балжан менен Гүлнарада, орны бар әрқайсының жеке дара. Жолыма шығарып сап күтіп алып, қуанып жүгіріп жүр екі арада. Ағайын туыстардың басын жиып, Құдай тамақ бердік мейір иіп, аздаған сыйлығымды ырым етіп тарадық
Zemzem sudan ağız deyip тілеймін балаларыма берген бақыт немере болған немереге болған деп Mendey bak. мендей бақыт атаңа не істесең сол келер деп келге ет балаларыма мендей бақыт. Бәрекелді апа. Енді апамыздың қажылық сапары туралы керемет өлеңін тыңдадық. Әрі қарата қолөнер шеберлігі туралы Жанат Хабибқызы, өзіңіздің үлкен қызыңыз, сізді алақанына әлпештеп отырған қызыңыз жақсылап сіздің қолөнер шеберлігіңіз туралы бізге айтып берсін, тыңдайық. Айтайын. Anam деген жастай өте қатты жұмыс істеген, сондай қолынан бәрі келеді, шебер болғанда мына үстіне киіп отырған нені бәрі өзі тоқыған. Мынандай көп осындай нәрсе тоқып адамдарға сыйлық етіп береді, неге ыстық зат қоюға, стулға, неге отырғышқа. Мына менің үстімдегі кофтаны да мамам тоқыған буквально. Бір 4-5 жыл бұрын. Қазір де тоқи береді, мына қармақпен тоқиды, былай тоқиды, неше түрлі ана шақырады мамамды, ана балаларға не сау кесер, бесікке салу, шілдерханаға, сонда анандай құттай балаларға неше түрлі костюм деме сондай қойған соған. Қазір сенің бәрін жатыр. Ең осы мамамның несінен алатын не, кісілер бәрі айтады, ой, шаршадым, не деп. Ал мен мамам 97-ге бара жатыр, уже биыл 97-ге толады. Сол бір күні жұмыссыз отырмаған, қолы осы уақытқа дейін бірдеңе тоқиды, нағыз болмаса Құран оқиды. Құран оқуды 2 айда үйреніп шықты, арабша оқуды. 80-нен асқанда уже бірнеше жүзінде тоқыған шығар, неге бағышлайды қайтыс болған адамдарға сондай. Мына өлеңдер қандай күшті, неше түрлі өлеңді жазған, бәрі таңқалады. Біз қоғам және әйел бағдарламасына да СТВ каналымен сізге бұрын келгенбіз, апамыздың 90 жасында. Ол кезде сіздер басқа үйде тұратын едіңіз, ол үйді де өз қолыңызбен салғаныңызды білеміз. Осы жаңа үйлеріңіз құтты болсын. Бұны да өзіңіз осы апама сыйлық ретінде жасап, өз қолыңызбен салғызып жатырсыз. Менде жасым уже 71-ден асты. Биыл 72-ге толам. Мынау 5-ші үй салып тұрғаным. Мәшинемен өзіңіз аяғын жерге тигізбей, Алматыда. мамаңызды өз мәшинеңізбен алып жүрсіз ғой. Қалқамандағы үйіміз, ана проспект Абая пробивать етіп, сносқа кеткен, үкімет не берді, компенсация дейді ғой, содан мына үйді 1 жылда салып шықтым. 3 қабатты үй, 250 квадрат. Қалаға кіріп отыр ғой, Қалада, қаланың несі, Ықшам ауданы Қарғалы деген жер, күшті, ауасы несі. Құдайға шүкір. Ең үлкені қызысыз, осы барлық бауырларыңызға өзіңіз қамқор екеніңізді апа өзінің кітабында есте қалған Енестер деген өзінің шығарған кітабы бар. Осыны біздер жаңағы баспаға дайындаған Анам деген осы жерде Жанатқа деген бар, алғы сөзін Әбен Алдаберген оны жазған екен. 25-ші жылы дүниеге келген осы кітапты 4 жасынан бастап 29 жаста. Сол әуелде мына Батыс Қазақстанда тұрған, сонда әкесі өте бай болған, сонда коллективизация деді ғой, сол мамам соны көрді. Коллективизацияны көрді, нетіп, сонда Россияға кетіп қалғанбыз, Астрахан облысы деген жерге. Емес, мен онда болғам жоқ, мамам 4 жасында, 5 жасында сонда көшкен. Соғысты да көрген, ауылда немістер тұрды, ана Ставропольский край деген ар жағында не бар, әлгі неге Бакуға нефте соған неткен немістер ауылында бірнеше бір ай ма сондай тұрған. Оны бәрін көрген. Байларды конфеска жасап, колхоздарға незавать еткендерді көрдім 4-5 жасында. Бәрін помню, бәрін білем. Апа, енді Жанатқа арнау дегеніңізді, очкиіңізді киіп, көзілдірігіңізді киіп, оқып берсеңіз, бар екен мына жерде Жанатқа арнау деген. Барлық балаларға қамқор осындай. Жаннатқа арнау. Білмеймін жақсылығың оралама,
Тыныштық жүрегіңе қоналама. Сол күнде сен көрерсің, мен көрмеспін. Қартайсаң, саған пана бола алама. Туысқан бауырларға бәпелейсің, оларға ана менен әке дейсің. Халықтың қатарынан қалмасын деп алдағы арманына жетелейсің. Соларды мәпелейсің пана болып, қиналса жүрегінде жара болып, жиенге қыздан туған немереге сайсың ақыл, сөйлесің ақыл айтып дана болып. Алдағы сенен адалдық сенен асқан жанда болмас, адамсыз пайда қорлық сенде болмас. Зұлымдық өтірікті күн көргендер өмірде ондай жанның мәні болмас. Жиендер керегінде жақын болсын, мұсылман жақсы адамдар қасың дерсін. Тәңірім тілегімді қабыл етіп, мамаңдың денсаулығын жасын берсін. Аумин. Айтқаныңыз. Мамаңыздың сондай сізге батасы екен, бұл жақсы керемет. Енді бауырларыңыз туралы, немесе басқа балаларыңыз туралы айтып беріңіз. Жанаттан кейін кім деген балаларыңыз бар? Жақсылық қой деймін. Жақсылық деген балам, тұңғышым 76-да Астраханда тұрады. Ағаңыз ғой, сіздің? Ресейде, Үш қызы бар, екеуі мұнда, біреуі қасында. Мынадан кіші қызым осында тұрады. Кенже балам Ақтауда тұрады. Балалардан туған балаларым 4-еу, 2 қыз, 2 ұл. Немерелерім 6-ау. Шөберелерім 15. 5-ші поколение шөпшектерім 7-еу. Немеренің немерелері бар. Немеремнің немересі бар. Ана Мәдина Гүлнара менің немерелерім. Олардың уже немерелері бар. Бәрін көрген, соғысты көрген, восстановление, хозяйство дейді ғой. Конфискацияны көрдім, колхозды организовать еткен. Соғысты басынан аяғына көрдім. Немістің жерінде оккупацияда 6 ай неміспен бірге қалдық. Керін қайтарып алды бізді. Сіз енді барлық балаларыңызға өлең шығарған екенсіз. Ақтан мен Балжанға, Серігіне, жақсылыққа деп барлығына өлең арнаған екенсіз мына жерде. Кімді оқып берейін? Бір өлең оқып берейін ма? Аңсағанды ма? Аңсағанға не қызық деген. Сіз оқып беріңіз. Аңсағаным, кенжем Серігім 11 жыл бала болмай сол тілей жүріп бір қыз тауып, оның Аңсаған деп атын қойдым. Соның мектепке барғандағысы мұның жаннат. Қазір ол уже Москваға өзі барып түсіп, әлгі нені бітір, Руден деген Российский университет дружбы народов деген, соның международные экономические отношения дейді. Экономикалық қатынасты, магистратураны бітірді, не араб тілі мен не ағылшын тілін ұйғарды. Сонда неде істеген посольство, сонда Москвада посольство, Қазақстанның елшілігі дей ма? Сонда да нетіп бір мына тұрмысқа шықты. Шығыс Қазақстанда. Екеуі баланы намазға үйретті, екеуі намаз оқиды, екеуі Құран оқиды. Сізге тапқан екен. Қазір қайтып келді еліне, анда тұрғымыз келмейді деп Ақтауда жұмыс істеп жатыр. Оқып жүрміз. Сол Аңсағанның бірінші классқа, бірінші сыныпқа барған не қызық, бұл жалғанда өмір қызық, өмірде көтеріңкі көңіл қызық, ертеңің бүгінгіден қызық болып, арманың орындалса сол бір қызық. Серіктей балам болған балдай қызық, келінім мен сұлуым жандай қызық, 11 жыл тіреп алған немереме ат қойдым Аңсаған деп қандай қызық. Құдайым тілегіңді берген қызық, нәресте дүниеге келген қызық, шүлдірлеп тілі шығып ермек болып, қасыңнан тай басып ерген қызық. Нұрлы таң балалы үйде атқан қызық, қызыққа іңгәлаған батқан қызық, есіктен төрге дейін жиналмастан шашылып ойыншықтар жатқан қызық. Бақшаға балалармен барған қызық, қолына қалам дәптер алған қызық, ана деп, ата деп сөздер жазып, осылай орындалған арман қызық. Мектепке қадам басқан бұл да қызық, жиналдық болады деп мұнда қызық, күнделік бестіктерге тола бергей, осылай бола бергей жылда қызық.
сенемін бір құдайым береді деп, қасыңа жақсылардың ереді деп, мектепке барған сайын екеу-үшеу аңсаған бестік алып келеді деп. Қанатың қатайды ма, қарлығашым, басыңнан бақыт құсын арылмасын, есейіп мектепке де қадам бастың, алдыңнан ақ күн туып жарылқасын. Аумин. Керемет екен. Осындай Ага. күшті неткен мамам. Мынау жерде құрақ көрпесі бар екен апаның. Соны алып беріп жіберетін адам бар ма екен? Құрақ көпен шикарный анда жатыр бәрі. Сосын көрсетеміз оны. Жақсылары. Енді менде тағы бір керемет кітапты көріп отырмын. Мынау шаттық шуағы екінші шыққан кітабыңыз ғой. Бірінші шыққан кітабыңыз қалай аталатын еді өлеңдері? Мынау үшінші кітап. Бірінші, екінші қалған жоқ бар. Ізгі тілек деген болды бір кітап, сосын екіншісі Ақмоланың баталары деген. Баталары Ол да? кітаптар жоқ. шаттық Енді шуағы. мынау шаттық шуағы. Мынау үшінші, мынау төртінші кітап. Бәрі өлеңдер, мынау проза міне бір кітап. Шаттық шуағыңызды көріп отырмын. Енді халықтық жырлар ұлт ділі мен тілінің қазынасы халық ақыны Кәмилә Касубованың өлеңдері деп талдау жасап, ғылыми зерттеу жасаған Сәбит Дүйсебаев ағамыздың зерттеушілігімен осындай халық ақыны деп атауға лайықты деп осындай керемет жаңағы кітабыңыз шыққан екен мына жерде. Осы жердегі кітабыңызда сіз мектепті 5-ші сыныпқа дейін оқып, соғыс басталып кетіп, оқи алмай қалғаннан кейін, 40-тан асқаннан кейін, кешкі мектепте қызыңыз сабақ беріп жүреді, Жанар. Сол кезде мен білімсіз қалудан ұялам, жасым ұлғайғанда ғана ұялмаймын деп, Қазақстан әйелдерінің мына өркен жайған өнермен деген атпен, сол менің сізден алған интервьюім бойынша шыққанын осында жазыпты, сілтеме көрсетіпті. 2012 жылы жарық көрген мамыр айында, туған күніңіз мамыр айы ғой сіздің. Сол кезде туған күніңізге орай 90 жасыңызға шыққан сол оқиғаны мұнда келістіріп жазған екен. Сұхбаттасқан Сейтенова ажардың сұхбатында көрсетілген деп сілтеме жасаған екен. Осы ғылыми зерттеу кітабын жазушы сізге нағашы болып келе ме? Қандай бір Маған сіз мамасы маған құдаша болып келеді. құдаша болып келетін. Оның мамасы маған құдаша болып келеді. Мен оны бірақ та алдында білген жоқпыз. Оны кітапшының соңғы жағынан сосын білдік. Алдында оны білген жоқ. Сұрай келгенде ол да менің мына кітаптарды проза деген нағашы апам, мамамның жақыны. Мынау не? Соның қайынсіңлісінен туған бала. Сондай бір қарға тамырлы қазақ деп бір-бірін ойлай келгенде жаңағыдай туысқан да болып кетіп жатырсыздар ғой. Осы кітабыңызбен де құттықтаймын. Осыны өзіміз жақында көріп қуанып жатырмыз. Бірнеше кітаптарыңызға талдау. Бұны Қазақ ұлттық кітапханасынан Алматы қаласына түскен екен. Сол жерден де көріп қуанғаннан Сәбит ағама хабарласып, Сәбит аға сіз жазған екен, сол бір кітабыңызды беріңізші оқып шығайын деп сұрап алып, кітап жан азығы деп халыққа сізді таныстырайық, кітаптарыңыздың жарыққа шыққанын таныстырайық, қуанышпен бөлісейік. Мынандай үлкен энциклопедияға шыққаныңызбен де құттықтай келейік. Сондай құрмет есі атанып жатқаныңызға да құттықтау айтайық деп жастарға бата сұрай келдік. Сіздің керемет батаңыз бар. Қазір хабардың соңында батаңызды Екі бересіз. кітап шығарып библиотека өткізді. Маған тек бір пачкасын беріп 44 кітап. 44 кітап сіздің қолыңызға тиді. Енді керемет жаңағы құрақ көрпелеріңізді да көрсете жатамыз. Тағы бір құрақ көрпеңіз туралы менің бір есімде қалғаны, Иманғали ағамыз атыраулық қой. Сіз ол кісілермен де жас кезіңізден араласқан, Кәбираден қыз тұрмысқа шығып кеткен кезде, сонда артынан қуып келгенде Ресейде жүріп қарсы алғансыздар ғой өздеріңіз. Сондай Ділда қажы анамыз, ел анасы деп біздер құрметтейміз. Сіз секілді ол кісі қажыға барып келген 90-нан асса, 90-ға жасы жете өмірден өтіп кеткен кезде сіз бір құрақ көрпеңізді, сәлеміңізді жолдап жібергенде, мен сол аманатыңызды алып бардым. Апарып, төрде төсеп, Кәмилә әжеміздің өзі сізге жеңгей болады деп Иманғали ағамызға да айтып, Ақбаталы ада деген ән шыққан еді, сол әнді мен сол орындап берсем деп отырмын.
осындай сіздің ауылдасыңыз, сіздің жаңағы замандасыңыз, сіз ол кісіге бір жағынан жеңге де болып келетін жайыңыз бар. Сондай Ақбаталы әнін Абысын келін. орындап берейін. Абысын келін. Иә, кішкене орындап берейін деп отырмын. Мына жерге сізге бере тұрайын, сіз тұрыңызшы. Ақбаталы ана деп аталатын керемет ән. Бір ауыз содан орындайын деп отырмын. Daha жазбай. деген ән шығардым. Сөзі Бекемкүл Батырбекқызынікі. Осындай аналарымыз көп болсын, аналарымыздың батасы, шапағаты тие берсін. Мынау керемет қолөнер шебері Түркістаннан осындай қарлығаш құстың да өзінің келбесін келтіріп салған мінекей. Тамаша. Мынау асығы бар, алшасынан түсін асығыңыз деген, және мынандай түйенің мүсіні секілді керемет ағаштан жасап, бұл жеп жеңіл болады екен. Осы 90 жасында біз апамызға сыйға тартып, Күнғожаев Гауһарбек деген азамат жасап осыны сізге берген еді. Ол кісінің қолынан тағы да бір осы Ділда апамызға да керемет композиция жасап жатыр. Ол енді мынандай кішкене ғана түсінік бере кетейін. Анасын Меккеге арқалап бара жатқан жігіттің бейнесі бейнеленген. Және мына пейішті де қиялмен шығарып, жұмақ дейді ғой, жәннат дейді ғой, соны да көрсеткен. Және мына қазақтың қайсар батыр ұлдарының, текті ұлдарын көрсетіп, садақты бетіп
атып тұрған жігіттің жаңағы бейнесі биленеді, жан жағынан бидайлар себіліп тұр. Иә, бидайлар төгіліп тұр, жаңағы бидайлар. Сонда айтады, мына бидайлар неге төгіліп тұр деген ойға қалдым. Сөйтсем, дейді, мына Ділда апамыз аштық кезде кішкентай сәби болады да, анасы сол мына 2 алтын білезігін бір ғана уыс бидайға алмастырып, сөйтіп Ділда апайды аштықтан жас шағындағы қызды аман алып қалған екен. Мынау рухани құдірет дейді ғой. Сіз енді киелі осындай өзіңіздің де қасиетіңіз бар. Көптеген менің жаңағы көз алдымда алдыңызға келген балаларды да бір ғана шықтап, мына үшкіріп, жаңағы темірмен де осындай аса таяғыңызбен де асамен де шықтап жіберсеңіз, жазылмайтын бала қалмайды алдыңыздан. Жаңағыдай Құраныңызбен де әр намазыңызда дұға етсеңіз де дұғаңыз қабыл болып жазылған. Сол осындай апамызға арнаған керемет құралды жаңа Күнқожаев Гауһарбек деген Ділда қажыға анаға да арнап бастап, тірі кезінде бастаған еді, өмірден өтіп кетсе де, қазір соны аяқтап бола келді. Оны да алдағы уақытта көресіздер. Оған арнайы мал сойып, өзіміз сізді де шақырғалы келіп отырмыз. Өзіңіз Түркістан алыс емес, қызыңыз бірге келер, жаздың жайма шуақ уақытында соған сізді шақыра келдік. Енді сізден осы жастар каналына биылғы мына жаңа өзгеріс, жаңа Қазақстан болып жатырған кезде де, әуелі ең бірінші Астанаға ел көшкен кезде де сіз бата беріп, жаңа өлең шығарған едіңіз, парламент көшті Астанаға деп. Енді мына жаңа Қазақстан болып жатқан кезде жастар каналымыз осы жаңадан аяққа тұрып жатқан тәй-тәй басып 3 жасқа келіп жатырмыз ғой, иә, біз 3 жыл болды. Сол 3 жастағы біздің жас каналымызға жолы болсын деп батаңызды берсеңіз жастарға, осындай шипалы қолыңыз бізге де дарысын, осындай ұл-қыздарыңыз аман болсын. Жаңа балдай татты балжан қызыңыз, үлкен ұлыңыз жақсылық, одан үлкен қызыңыз сізді алақанға салып қасыңызда отырған мәпелеп жаннатта аман болсын. Серік кенже ұлыңыз бен келініңіз Меңсұлу деп бәрін осы кітап арқылы танып халық біліп жатыр. Және Дәметкен деген келініңіз Ресейден келіп сізге сәлем салып жүреді. Осының бәрін өзіміз сізбен бірге аралап, өзіңіздің кино түсіру барысында куә болдық. Апа, енді біздің осындай жастарымызға бүгінгі керемет қасиетті киелі жұма күні, біз жұма күні келіп отырмыз алдыңызға. Осындай жұма күні бізге бір жақсы батаңызды беріп жіберсеңіз, сонымен жақсылап хабарымызды аяқтасақ дейміз, сіздің батаңызбен. Ey Rabbim Allah, осы баршаңызға да Алла Тағала қайырлы қылып дәулет берсін, өмірлі қылып перзент берсін, ұлдарың иықты болсын, қыздарың қылықты болсын, босағаңыз есікті болсын, келініңіз бесікті болсын, достарыңызға қуаныш бол, жылағанға жұбаныш бол, туысыңызға тұнық бол, ықыласқа қиық бол, ата-ана алдында аласа бол, ар алдында биік бол. Балаларыңыз болсын ардақты, мінезі болсын салмақты, өнері болсын жан-жақты. Берген батам қабыл бол, Тәңірім берген зор бақты. Алла Тағала алдыңыздан жарылқасын, мына келген аурудан елімізді, жерімізді, жердің жүзін сақтасын Алла. Бәрімізге тыныштық берсін, дендерімізге саулық берсін, дертімізге шипа, ажалға сабыр берсін. Қиындықтарымызға Алла жәрдем берсін, қуат берсін Алла. Көлден елінен сақтасын, оттан, судан, зілзаладан, соғыстан, ұрыс қағыстан, жол апатынан Алла сақтай көр. Бәрімізге де Алла иман байлығын беріп, жанымызды қинамай алып, жанымыз жәннатта болып, Алла Тағала аман болғаймыз. Бәріңізге де рахмет Алла. Жақсылығыңыз алдыңыздан шықсын, Алла жәрдем берсін, қадамыңыз құтты болсын Алла Тағала. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahu akbar. Апа, батаңыз қабыл болсын. Құр аяққа бата жүрмейді дейді. Сіздің батаңызға Ғарифолла атаның, өзіңізде сол туған еліңіз Батыс Қазақстан өлкесі Жәнібек ауылынікі ғой. Алаша руынан өзіңді Алашаның Қарабурасы. Шотқарасы. Сізге енді Ғарифолла атадан бір халық термесін репертуарына батаңыз қабыл болсын деген.
Ben Nurjamал айтатын, Nurjamал деген сіңлім бір рет қайтыс болды. Иманды 40 болсын. жаңадан бері. Ай Алла. Онда Шәмшияның Халиқулланың Інімнің қызы, Иә. Ислам кімдердің Көрдім ғой ол кісіге талай ән Жарайды, салып жатсын, берген. айта бер. Нұржамалды айтып берейін ондаша. Сүйген сәулем Нұржамал апа, есіңізге алыватқан сол өзіңіздің жаңағы Нұржамалыңызға арнайын иманы жолдас болсын. Енді талай Нұржамалдардың жолын басатын ұрпақтар аман болсын. Сүйген сәулем Нұржамал, күтудемін бір хабар. Үш жылдықты ойындау, біле алмай болдым ау. Жаман досы көзіңнен әлемнің кешірмін деп. Безілітіп баратай, айып боламын. Жалғыз сен, жалғыз сен. Жалғыз сені ұнатам, неге сәулем қалмайсың? Жанымды қалай жоқтап, жүрегім жоқ па қақтайсың? Жауап досы көзіңнен әлемнің кешірмін. Безілітіп баратай, айып боламын. Жалғыз сен, жалғыз сен. Аранжуй покажи. Әкеле қойыңыз. Апа бір құрақ көрпесін көрсетем дейді. Ойда тұрған. Ойбай аналар машинамды болды. Енді, иә. Сондай бір жақсы Нені әкелейін, мама? Иә, құрақ көрпесін сұрап Аранжуй отыр. жатыр Құрақ ана. көрпесін. Алдыңда комбинзон аранжуй. Комбинезон. А, Комбинезон құрақ көрпесін де Ана көрсетсеңіз. неге Апа көрсеткісі келіп отыр ғой енді эфирге. Жаңа айтқан сөздерді растайын деп. Мынау тікелей эфир болғандықтан қандай ғажайып балапандарға. Мынаны Иә. сау кескендер күдікте. Беске салғанда ендеше апа мына қол өнеріңіз сондай сәбилерге, жастарға мына баталы болып, ауырмай сырқамай осындай комбинезонларыңызды киіп, құрақ көрпелеріңізді төсеніп, аман отырсын. Осымен халқымызға жақсылық деп ризасыз ғой біздерге, жастарға. Ризамын. Аман отырыңыз тек қана жасыңызды. Бастарыңа Құдай бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қыдырды үйіңе Құдай алып келсін. Дастарқаның тоқ болсын, уайым-қайғың жоқ болсын. Шүпірлеген үйіңде немерелерің көп болсын. Денсаулығың зор болсын. Қайда барсаңыз да алдыңнан жарқыраған жол болсын.